шықты болсын деп барлығымыз бір үйдің баласындай қолдарымыз бос болса қол соғып қошеметтеп қояйық. Дұрыс қой, келе жатыр, мен балаларыма сенем, бірақ осы келген жаңа жылдың қарсаңында менің Сәкетайымның мамасы өмірден өтіп кетті. Содан кейін кішкене тоқтаңқырап қалдық. Бірақ енді айтады ғой, балалар бас қосып жатқаннан кейін ертегесі жоқ. Балалар өздері осылай шешкеннен кейін жолдарын бөгемейік деп, мен бүгін тек қана сіздерге мына жақта оқысаңыздар, арнайы тойдың атын жаздым, бата алу тойы деп. Осы екі балапаныма қарап отырмай, кішкене де болса дастархан жайып, жаныма жақын жандарды шақырып, осы екі балапаныма сіздерден бата сұрағым келді. Ендеше бүгін ұзату тойы емес, бата алу тойы екі жастың. Сондықтан да балаларымызға тағы да кезі келген кезде айтарым, бата алу тойына қош келдіңіздер. Taşımayla şat bölümde, en salayı bibileyim, şaraftasın şat bölümde. Aman olsun, gönlünüz kızıp olsun, bağırınız toy olsun. Yalasın olsun dayla, geçir kalplerimiz. Yalasın olsun dayla, geçir kalplerimiz. En salayık. Sözünü aytып qap. Oy, şirkinay, ол да сыйлықтан үміткер да, Құдай қаласа. Сонымен қандай? Ерке Смахан. Шүкір. Неге сезімді айта алмасаң есімде, бұл махаббат. Мына кавер шоу отыр ғой кәдімгі. Міне Нұрхан Қадырбаевтың жаңа ғана алмаған арнайы осы бір тойға біздің Жанар анамыздың дайындаған. Дарите женщинам цветы без повода. Жейло айтып атыр. Ләскен нау деді ше. Екі иықты төмен тастап келе қаншы? Қазақи би. Ерекше екен. Может, билемей ақ қойсын ба? Жарайды, нормально. Аға, жаңа қандай ән? Қойған жоқ қой. Ән қойған, сіз просто болашақты көреді екенсіз. Отбасыма, Назарға аға болып, маған бала болып, кейін переводтап бересің өзің. Анау, Сәкенім келді. Ақшаке, сен айтып жатырмын. Сол Сәкенім өте, мен жағы Гүлнар Құдағи деп айтып жатсыздар, мен сол кісінің қолтаңбасын осы баламнан көрем. Баламның қыз балаға деген, әйел адамға деген құрметі, үлкен күйге деген құрметі, ақ көңілдігі,
ешкіммен ешқандай артық шаруасы жоқ, өз шаруасын біледі, өз жолымен жүреді, және пысық қылып тәрбиелепті. Сол тіл көзден аман болсын. Сезімімнің бағасы қымбат, еркімнің бірақ парасы мұңлап, жүрегім тулап, сен менің сымбат, ғашық қылады. Көзінен бір тамшы жас көргім келмейді. Осы қыздың көзінен бір тамшы жас ақтамса, берекем кетеді мен. Ішкенім ірім болады, жегенім желім болады, ешкімге айтпайсың, оны не істейсің. Ылғи өзің мақтадан болып көзіне көрінесің, бірақ енді сыртың бүтін, ішің түтін. Құдай басқа бермесін. Мен осы ортада отырған ағайындар барлықтарыңыз, балаларыңыздың қызығын бірге көріңіздер. Ешқандай да жақсы емес жалғыздық. Ой, жалғыз басты әйел керемет, өзі өсіп өнгендей, амалдың жоқтығынан өсіп өнесің. Сондықтан да осы мінекей мен қуаныштымын, осы күнді мен ерекше күттім. Құдайдан тіледім, түнде тұрып тіледім, күндіз тұрып тіледім. Жағы ішіме жұтып барлығын бүкіл жаңа тойдың басында сол шыққан шығар деймін. Мен уф деп енді демалып жатқан сияқтымын, өйткені Сәкен сияқты мынадай азаматқа тап болып, екеуінің бірге қалай жарқырап жүргендерін көріп, бір жүрегім орнына түсіп. Көптеген әлеуметтік желіге тарағандай еді. Әлеуметтік желіде сымбат